Түркістан облысы әкімдігінде бекітілген кестеге сәйкес азаматтарды жеке қабылдау тұрақты түрде жалғасуда. Бұл жұмыс тұрғындардың арыз-шағымын, ұсыныс пікірін тікелей тыңдап, мәселелерді жедел шешуге бағытталған. 2025 жылғы 9 айдың қорытындысымен жеке қабылдауға 1025 азамат жазылған. Жеке қабылдауға жазылған тұрғындарға 65 қабылдау ұйымдастырылып, онда 593 азаматтың өтініштері мен ұсыныс пікірлері тыңдалды. Жеке қабылдауда болған азаматтар тарапынан түрлі салаларға қатысты 600-ге жуық өтініш пен ұсыныс пікірлер айтылды. Өтініш иелерінің басым бөлігі тұрғын үймен қамтамасыз ету, білім, инфрақұрылым, жер даулары, жұмыспен қамту, денсаулық сақтау саласына қатысты мәселелерді жиі көтерген. Сонымен қатар тұрғындар мәдениет пен спорт, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік саласына қатысты өтініштермен жүгінген. Әрбір азаматтың мәселесі мұқият қаралып, заң аясында шешу жолдары қарастырылуда. Жалпы облысымыздағы әлеуметтік экономикалық және қоғамдық саяси жағдайына ықпал жасайтын мәселелер толқыланып, олар бойынша шешімдер қабылданды. Облысымызда әлеуметтік экономикалық даму бойынша алдында атқаратын ауқымды шаралар жеткілікті. Сондықтан алға қойған мақсаттар мен міндеттерді жүйелі түрде орындауымыз қажет. Инвестиция тарту, өндірістік орындар ашу, халықты жұмыспен қамту басым бағыт болып қала береді. Құрметті депутаттар, сессия барысында қаралған мәселелер бір ауыздан қолдау көрсеткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Облыс әкімінің жеке қабылдауының қорытындысымен түзілген хаттамалық тапсырмалардың орындалу барысы қатаң бақылауда. Жауапты мекемелерге берілген 366 тапсырманың 355 тапсырмасы орындалған болса, қалған тапсырмалар орындалу барысында. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасарларының қабылдау қорытындысымен 249 тапсырма беріліп, орындауға жолданған. Жеке қабылдаулар алдағы уақытта да жалғасады. Түркістан облысы баспасөз көмегінің қызметімен Клара Шербайқызы, Гүлмира Саржанова, ақпарат.